Так, енді бізде доға, сегмент және секторға байланысты формуламызды қорыта қойық. Қараңыздар, бірінші центрлік бұрышын беріп қойдым. Мен қазір сектор жайында формула жасасам болады, немесе доға жайында формула жасасам болады. Енді формула дегенде қайсысы? Бірінші қараңыздар, мұнда мен О деп қойын, мұнда А дейін, мұнда Б нүктесі деп белгілей қойын. А нүктесі мен Б нүктесін қосатын шеңбердің бойымен жүрген ұзындық не деп айтады? Доға деп айтады, мінекей. А мен В нүктесінде кесінді бізде хорда болмай ма? Енді оны тікелей қоссақ қой неге ше? Тікелей қоссақ бізде не болады? Хорда болады екен. Пока что бізде доғаны қарастырып жатырмыз. Енді бұл доғаны жалпы қалай белгілеймін? Мен L деп кетсем болады. Болмаса L альфа деп қоямын нерге. Неге деген? Себебі центрлік бұрышын жанына индексін жазып қойға болады. Сосын АБ хордасы дейді. АБ хордасы дегенде А Б-ны жазады екенбізді, үстінен бүйтіп қояды екенбіз. Но менде АБ хордасы дегенді білдіреді. Үстінен бүйтіп қойып қояды. Так, енді қараңыздар, осы доғаның ұзындығын тауып көрейік. Доғаның ұзындығы жалпы шеңбердің ұзындығының қандай да бір бөлігі ғой. Қандай да бір бөлігі. Қанша градусқа сәйкес келеді? Альфа бөлігіне. Альфаға сәйкес келеді екен альфа бөлігіне. Енді так бидік. L альфа дейді. Тең жаза қоямыз. Шеңбердің ұзындығының несі? Альфа бөлігі емес па? Жалпы шеңбер неше градус болады бізде? 360 градус болады. 360 градустан несі дейміз? Альфасы мінекей. Осы бастамасындағы теорияны білсек, бізде болғаны екен. Енді осыны ашық жерге қоятын болсақ, не қоямыз орнына? S шеңбердің ұзындығына. S альфа тең болады екен 2 пи R көбейтілген жерде 360 градустан альфа болады мінекей. Енді сіздерге айтатын болса, шеңбердің радиусын беріп қояды. Радиусы 8 сантиметр дейді. Альфасы енді 90 градусқа сәйкес келетін деп беретін болса, қалай таба саламыз? 90-ды мында қойғанда же понятно ғой, 4-тен 1 бөлігі екендігі. Итак, 90 градус 4-тен 1 бөлігі екенін білеміз. 60 градус дейтін болса, 6-тан 1 бөлігі болады. Оны 360-тан өзіміз бөліп ала береміз. Тұрысы 45-не де бере беретін болса, орнына қоя береміз. Және де қараңыздар. Мына жерде жанында пи деген нәрсе көбейтіліп тұра ма? Осы нәрсені еске шығармаңдар да. Алдыңғы жылғы оқушыларында бетті. Мына пи деп тұр ғой. Доғаның ұзындығы немен беріледі? Градуспен беріле ме, радианмен беріле ме деген сөз ғой. Доғаның ұзындығы ма? Иә. Мына формула біткеннен кейін пи қысқара ма? Жоқ. Пи қысқармайды, градустар кетіп қала ма? Қысқарып өзімен өзі градус кетіп қалады. Онда неше болады екен? Мысалы үшін жерде 8 пи радиан деген радиан шығады екен. Доғаның ұзындығы градуспен шықпайды екен. Сіздер алып радиустың ұзындығы сантиметр ғой. Метр ең сияқты ғой. 2 пи сантиметр радиан дегенде тұра береді. Пи барма болды. Нерде басты істейтін ошибка мынада пи 180 градус дейді. 2 пи деген 360 дейді. Мынамен қысқартып жібере салады. Бітті. Нерде градус қалдырып қояды. Мында 45 градус тұр деп есептейік. Пи деген 180 градус дейді. 2-ге бөлсем 360 болады ғой. 2 пиді алады да 360-пен қысқартып тастайды да. Бітті. Радиандар жоқ. Не қалады? Градус қалып кететін жерде. Онда нәрсе болмайды. Не болады екен бізде? Шеңбердің ұзындығы да немесе доғаның ұзындығы да немен беріледі екен? Радианмен беріледі екен. Пиді қысқартуға болмайды. 360 градуспен. Мінекей, біздер қазір доғаның ұзындығының формуласын жаза кеттік. Енді одан бөлек мына бір жерде қалған доғаның ұзындығын табуға болады ғой, иә? Ол үшін не істей саламыз? Бетта бөлінген 360 минус альфа бөлінген 360. Общадан аз ете салсақ та болады. Болмаса, не істей саламыз жерге? 360 минус альфа деп көбейтуге де болатын еді. 360 минус альфа деген кезде 360 пен 360 бөлінеді. 1 минус мынандай болады. В общем, азайтудың формасы болып қала қояды екен. Так, енді қараңыздар. Мына бір бөліктің енді кусоктың өзін не деп айтамыз біздер? Сектор. Сектор. S сектор дейді екенбіз. Не бойынша? Альфа бойынша. Альфа градусқа сәйкес келіп тұрған. Осыны аудан табады. Бер жағда менде сектор болады ғой. Оны айта кеттік. Біз бер жағын таба берейік. Так, ол формуланы қалай табамыз? Ал кеттік. S сектор альфа бойынша. Бұл дегенім, қараңыздар. Вообще неше градус? 360 градус, соның қанша бөлігі? Альфа бөлігі анау секілді жазылса. Шеңбердің ауданы S шеңбер көбейтілген не болады сонда? Альфа бөлінген 360. 360 градустан альфа дей саламыз. Болды міне.
Енді мына формуланы аш жерге қоятын болсақ формула қандай болады? R квадрат альфа бөлінген 130. Мінекей. Сектордың ауданының бізде формуласы шыға қояды екен. Осылайша. Так, енді бұл жерде не қалды бізде? Доғаны жаздық, сектор жаздық, ортада не қалды? Сегмент қалды. Сегменттің ауданын қалай табамыз деген сөз ғой енді. Осы жерде мен неден бөліп тастасам бола ма бүйтіп? Так, давайте нені түзуді мен өшіре қояйын да. Былай. Мақұл. Бүйтіп қоя салайықшы бұны. Бүйтіп қояйық та. А менен Б түзуін, то есть нүктелерін қоса қояйық. Бұл нүктелерді қосып жіберетін болсам, теремен қоса қояйық. Мінекей. Қосқан кезде менде не пайда болады? Мына бір бөлігі не менде? Сектордан үшбұрыш бөлігін атсаңыз ба? Мына бір бөлігі не деп айтады? Сегмент болады. Бұның несін табу болады? Сегмент деген какой-то бір кусок. Ұзындығы таба ала ма? Сегменттің ұзындығы деген нәрсе бар ма? Жоқ, доға бар. Қабырғалар бар бірақ. Негізі сегменттің периметрін табуға болады ма? Иә. Болады. Мына хорданың ұзындығын табуға болады ғой? Хорда мен доғаның ұзындығын. Доғаның ұзындығын таба саламыз. Екеуін қоса салуға болады. Бірақ ол нәрсе сұрамайды, бірақ табуға болады. Сегменттің несін табады екен сонда? Ауданын тапсақ болады екен. Мына бір ауданын табу үшін неше жасақ болады? Сектордың ауданынан мына бір үшбұрыштың ауданына дейсен болды ғой. Тең қабырғалы ма? Жоқ, тең берілу деген. Мына екеуі не болады менде? Тең берілу. Радиустар емес па? Мынау да радиус менде, мынау да радиус. Үшбұрыштың ауданын білеміз ғой біздер. Үшбұрыштың ауданын қалай табылады енді? S тең 2/1 АБ синус альфа деген формула бар емес пе? Екеуінің арасындағы бұрыш арқылы. Бізде А да Б да неге тең келіп тұр? Радиусқа тең келіп тұр екен. Болды. Жаза қойық нерге? S сегмент деп. Сегмент тең болады. Ненің ауданын азайтамыз? S сектордан. Секторда үшбұрышына болсаймыз. Так. S сектор. Альфа көресі. Азайтамыз нені? S үшбұрыш осы альфа бойынша. Мінекей. Осы нәрсені азайтсақ болды. Основной білуіміз керек нәрсе осы ғана. Армен қарап астында формуласын аша саламыз. Кеттік ал. S сегмент. Мында да негізі сегментке не қойсақ болады? Альфаны қойсақ болады. Так, кеттік. Сектордың ауданы қандай болды бізде? R квадрат көбейтілген альфа бөлінген 160. Минус. Мынаның ауданы? Көбейтілген синус альфа. Үйде салайық. 2/1 R квадрат. Синус қандай? Альфа болады. Мінекей. Мынау бізде сегменттің ауданының формуласы екен. Екі формуладан нені шығаруға болады жақшын сыртына? R квадрат шығарып, тағада жинап қоюға болады екен. Так, енді не қалып кетті деп ойлайсыздар осы жерде? Және де доға бойынша айтылатын нәрселер бар бізде. Тригонометрияда өткен нәрсе бар бізде негізінде. Тригонометрияда қандай артық нәрсе айтылып кетті? Теңсіздікке байланысты емес па? Жоқ, тригонометрияда айтылып кеткен бір нәрсе бар. Егер L альфа бар ғой. L альфа дегеніміз радиустың ұзындығына тең болатын болса. Не шығатын еді? Альфа неше еді? 180. Радиустың ұзындығына тең доғаның ұзындығы болған кезде не деп айтады? Жаңағы радиан деп атқан сөз не еді? Бұрыштық өлшем. Радиан дегеніміз бұрыштық өлшем. Нердегі. Енді қараңыздар, бір радиан деген нәрсені қазір біз есептейін деп отырмыз. Мынандай нәрседе бізде мына ұзындық болады. Мына бір ұзындық қазір бізде 5 сантиметр бола қойсын. Бұл неменде? Радиусы. Енді осы 5 сантиметрді бетеп кеп жіптің ұзындығымен майыстырып кеп есептесем бола ма? Доғаның ұзындығы тоже бізде 5 сантиметр болған кезде дейді, нердегі альфа болады ғой? Альфа тең 1 радиан болады дейді. Түсіндік па? Радиус тұрады. Осы доғаның ұзындығы тоже 5 сантиметр болғанда дейді. Немесе доғаның ұзындығы неге тең болғанда? Радиусқа тең болған кезде не шығады екен менде? Альфа дегеніміз не болады екен нерде?
бір радиан. радиан болады екен. То есть радиан дегеніміздің анықтамасы не деп айтылады екенбіз? Мынаның анықтамасы не деп айтылады? Сөзбе сөз қалай жеткізсек болады? Градустың бұрыштық өлшемі. Оның сөзін оқысаңыздар еске түсінуге болады. То есть мына доғаның ұзындығы бар ғой. Доғаның ұзындығы сол шеңбердің радиусына тең болған кездегі центрлік бұрышы бір радиан деп айтылады екен. Мінекей. Енді осы жерде 2 пи радиан, бірдеңе радиан деп айтамыз ғой, иә? Ол 2 пи радиан дегеніміз қанша болады екен? Бағанаға пи тең 3,14 дегеніміз не екен? Жоқ, бағанаға ше, нерде айттық қой. Пи тең 3,14 дедік қой, иә? Ол не екен өзі? Сан ба екен? Точно ма? Пи дегеніміз радиан ғой. 3,14 радиан дегенді білдіреді ол. Сан емес па? Мынау сан емес негізінде. Пи тең 3,14 деді ғой. Не қойылады жанына? Негізінде бұл радиан екен. Түсіндіре алдым ба? Енді қараңыздар. Бір радиан енді неше градус деген нәрсеге жауап берейік, потом қазір нердегі 2 пи деген нәрсені түсінетін боласыздар неге тең екендігін. Нерде шеңбердің ұзындығын айтайықшы. Шеңбердің ұзындығы мен нерге жаза қояйын. Радиусы тең 1-ге тең болатын болса, шеңбердің ұзындығы қандай болады? 2 пи. Мынау бізде не болады? 2 пи емес па? 2 пи болып қалды. Бұл еще неге тең? 6,28 не болады? Радиан, иә? Мынау 6,28 радиан. Шеңбердің ұзындығын не деп айтады екенбіз? Радианмен айтуға болады екен ғой. Егер мынаның радиусына мен 5 қоятын болсам, қандай болады нерде? 10 радиан болады. Енді оны көбейтетін болсам, 31,4 радиан деп айтуға болады. Немесе 10 пи радиан деп айтуға болады екен. Енді қараңыздар. Бұл радианның градустық өлшемінде табуға болады. Оған бізде радиус керек па? Так, қараңыздар онда. Бүйтейік, шеңбердің ұзындығы бар ғой. Жаңағы. Давайте радиусын 1-ге тең деп қойсақ, просто так. Осындай болатын болса, 2 пи болған кезде ол неше градусқа тең еще? 360 градусқа тең. Мынаның жаңа не бар? 2 пи не бар? 2 пи радиан. Радиан тең қанша екен? 360 градусқа. Мынаның арасында көбейту бар деп ойлауға болады. 2 пи көбейтілген 1 радиан деп. Мынанша? Сонда 1 радиан 360 бөлім 2 пи болды. 360 градусты бөлеміз 2 пиге. Тең 1 деп алсақ болады. Сөйтіп мынаны 2 пиге бөлетін болсақ, 360 градусты мынау қандай болады қазір? Алатын болсақ астында? 6,28. Осыны бөлетін болсам, менде жуық шамамен 57,3 градус шығады екен. 1 радиан неге тең екен? 1 радианның бұрыштық шамасы не деп айтады екен? Центрлік бұрыштық шамасы деп айтылады мынау. Қанша градус екен? Бұл тең ба негізі? Жоқ. Жоқ шамамен бүтін мән шықпайды онан бөлген кезімізде ше. Мен осы нәрсені ұмытпау керек екен. Бұл 1 радиан қай кезде екен? Нерде градус қой? 5 сантиметр. Егер радиусы доғаның ұзына тең болатын болса, нерде градус? 57,3 градус дегенді білдіреді екен. 2 радиан деп алған кезде біз 2 деп алғанбыз ба доған ұзындығын? 2 радиан дейтін болса, иә. Болады.